Желіде әлі де қызу талқыланып жатқан тақырып қосылған құн салығы болып отыр. Өткен аптада мәжіліске салық кодексінің түзетілген жобасы енгізілген еді. Онда мөлшерлемені 12%-дан 16%-ға дейін арттыру көзделген. Кейбір ауыл шаруашылығы өнімдері үшін 0, бірқатар салалар үшін 10%-дық төмендетілген мөлшерлемелер белгіленді. Арнайы е-тамға ақпараттық сервис арқылы қосылған құн салығы автоматты түрде есептеліп отырады. Мұндағы е-тамға ақпараттық сервисінің 2025 жылы іске қосылатыны былтырдан бері айтылып жүр. Сервис өзіне түскен мәліметтер негізінде мемлекетке төленуге тиісті қосылған құн салығын теңгерімін есептейді. Жаңа мәліметтер түскен сайын қосылған құн салығы теңгерімнің мөлшері де толықтырылып отырады. Ол есептерді е-тамға операторы әр аптаның басында қосылған құн салығы төлеушінің ұялы телефонының нөміріне жаңартып жолдап отырады. Сондай-ақ премьер-министр қосылған құн салығын көтеру саудадағы көлеңкелі экономикаға қалай әсер ететінін түсіндірді. Талдау көрсеткендей, қосымша құн салығы мөлшерлемесінің өзгеруі көлеңкелі экономика деңгейімен тікелей байланысты емес. Мәселен, 2006 жылы қосымша құн салығы мөлшерлемесі 15% болған кезде көлеңкелі экономиканың деңгейі жалпы ішкі өнімге қатысты 20%-ға жуық болған. Кейін мөлшерлеме төмендесе де, саудадағы көлеңкелі экономика деңгейі төмендеген жоқ, керісінше артқан, деп келтіреді үкімет басшысы. Сондай-ақ Еуропаның кейбір елдерінде қосымша құн салығы мөлшерлемесі Қазақстандағыдан жоғары болғанымен, көлеңкелі экономиканың үлесі әлде қайда төмен. Қазақстанда бүгінгі таңда кәсіпорындардың тек 4% ғана қосымша құн салығын төлейді. Көптеген компания салықтан жалтару үшін бизнесті жасанды түрде бөлшектейтіні жасырын емес. Бұл қосымша құн салықтың қалыпты есепке жатқызылуын қиындатады және оның мәнін бұрмалайды. Бұған қоса бұл жосықсыз бәсекелестік тудырады. Осыған байланысты қосымша құн салығы бойынша міндетті тіркеу шегі 15 миллион теңгеге дейін төмендету ұсынылды. Бұл арқылы бизнесті бөлшектеу шығыны ықтимал пайдадан асып түсетіндей жағдай жасалады, деп түсіндірді Олжас Бектенов. Яғни бизнесті бөлшектеу енді тиімсіз болатын секілді.